Педагогтарға ұлттық тестілеуге тіркелу үшін міндетті түрде сіздер testcenter.kz сайтына кіресіздер. Осы сайт арқылы өтінімді, яғни заявканы осы сайт арқылы бересіздер. Уақытын, өтетін орнын, күнін барлығын өзіңіз таңдайсыз. Testcenter.kz сайтына кіргеннен кейін сіздерде осындай страница ашылады. Бірінші қай тілде, орыс және қазақ тілін өзіңіз таңдайсыз. Квалификационное тестирование педагогических работников деп тұрады. Бірінші рядта бассаңыз, әр уровеньге, яғни мектепке дейінгі орта білім беру, техникалық және жоғары білім беру барлығының өз деңгейін таңдасаңыз, әр деңгейдің өзінің шартын осы беттен ала аласыздар. Одан кейін НТ тапсыратындар, оқуға түсетіндер, студенттерге, магистрант, докторанттарға ең соңында педагогтар көрсетіліп тұрады. Педагогтар таңдайсыз. Бірден сізден ұлттық квалификациялық тест деген батырма шығады. Басасыз. Бұл жерде барлық тізім беріледі. Документті қалай қабылдау керек, дошкольное образование, мектеп, колледж, техникалық білім беру саласы барлығын өзіңіз қай сала қажет, соның үстін бассаңыз, сіз өзіңізге қажетті бөлімге кіресіз. Сол бойынша жеке кабинетіңізге регистрация жасап, или бұрын регистрация жасаған болсаңыз, өзіңіздің профиліңізге кіру арқылы сіз осы сайтта өтінім бересіз. Бұл жерде де тестқа кірудің шарттары, қалай инструкциясы тұрады, қалай тіркелу керек, балдық жүйе, педагог модератор, эксперт, зерттеуші, мастер, қанша балл алсаңыз, сіз өтесіз. Проходнойдан барлығы көрсетіліп тұрады. Міне мой профиль дегенді бассаңыз, бүкіл сіздің данныйыңыз шығып тұрады. Сіз бұған дейін тестқа өтінім беріп, егер өте алмай қалған болсаңыз, сіз уже сайтта тіркелген боласыз. Сол жеке кабинетіңізге кіру арқылы өтінімді бере бересіз. Ал егер жаңадан қатысушы болсаңыз, өзіңіздің иініңізді, байланыс телефоныңызды, электронды почтаңызды пароль қою арқылы жаңадан бұл сайтқа сіз жаңадан тіркелуші болып тіркелесіз. Мой профильда сіздің бүкіл данныйыңыз шығып тұрады. Подать заявление бассаңыз, тест беру